Бір ғана апельсиннен жасалатын, өте дәмді, тез жасалатын оңай пирог дайындаймыз. Ол үшін бір апельсинді жақсылап жуып аламыз ыстық суға, одан кейін осындай долькаларға кесіп шығамыз. Блендердің көмегімен еземіз. Одан кейін оның үстіне сүт құямыз, сұйық май құямыз, жақсылап блендердің көмегімен еземіз. Массамыз толық езілгеннен кейін үстіне жұмыртқа, қант, тұз қосып миксердің көмегімен араластырамыз. Одан кейін оның үстіне електен өткізілген ұн және де разрыхлителді араластырып қосамыз. Миксердің көмегімен барлығын жақсылап араластырып шығамыз. Формамызға пергамент саламыз, немесе майда да жағамыз, себебі жабысып қалуы мүмкін. Мен 20 диаметрлік формада жасадым, бірақ 22-24 диаметрлік формада жасауға болады. Жүз 70-180 градуста қызып тұрған пеште шамамен 50-60 минутқа пісіріп аламыз. Диаметріне байланысты піседі, менікі 1 сағаттан астам тұрды. Толық суығаннан кейін формадан алып, үстіне сахарная пудра сеуіп қойдым. Өте оңай жасалады, иісі деген керемет, дәмі деген өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, менің парақшама жазылуды ұмытпаңыздар. Ас болсын.